Барша қазақстандықтарға ескерту жасалды. Тезірек көріңіздер. Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк басып ұмытпаңыз. Ішкі істер министрлігі қазақстандықтарға ескерту жасады. Ведомство күмәнді жағдайларда мына қадамдарды істемеуге кеңес берді. Күмәнді адамдардың телефонын арқылы жасаған нұсқауын орындамаңыз. Жеке деректерді, банк карталарын, РСФ кодтарын, реквизиттерін бөтен адамдарға бермеңіз. Күдікті сілтемелерге өтпеңіз. Қосымшаларды орнату үшін тек ресми қолданбаларды пайдаланыңыз. Шотыңыздағы ақша айналымын жиі тексеріп отырыңыз. Еске салайық, бұған дейін алматылық пен ақтөбелік телефон алаяқтарының курьерлері болып жұмыс істегені хабарланды. Олар алданған зейнеткерлерге берген соманың 10%-ын алып отырған. Үш курьер алаяқтың жасады деп айыпталып отыр. Қылмыстық іс материалдарына сүйенсек, Ақтөбе тұрғыны жұмыссыз қалып, курьер болып жұмысқа орналасу туралы хабарландыру тауып, өзін Рова деп таныстырған белгісіз адаммен жұмыс істеуге келіскен. Сонымен қатар ақтөбелік осы жұмысқа алматыдан тағы 2 танысын шақырған. Видео мас кеңінен таралу үшін және барша қазақстандықтар сақ болу үшін лайк басып жақындарыңызға таратып қойды ұмытпаңыз. Бізді бақылауда жалғастырыңыз.